Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Сонымен коронавирус ауруына шалдыққандардың саны әлем бойынша 1 миллионнан асты. Және халықтардың барлығы ауру барысын баяулату үшін карантинге жабылып жатыр. Қазіргі таңда әлем бойынша ғалымдар, үкіметтер мен медицина қызметкерлері тек коронавируспен ғана айналысып жатыр. Олардың мақсаты вакцинаны табу. Солардың ішінде Қазақстан да бар. Алайда жұмысты күшейтуге түскеннің өзінде вакцинаның қашан болатыны белгісіз. Ал адамдар ақшалары мен жұмыстарынан дәл қазір айырылып жатыр. Сонымен коронавирус қашан аяқталады және әрі қарай не болмақ? Сол туралы ғалымдар, саясаткерлер мен дәрігер мамандардың не жатқандығын жинадық. Кеттік. Сонымен бәрін алаңдататын ең басты сұрақтардан бастайық. Коронавирус пандемиясы қалай аяқталады? Ғалымдар пандемия тек үйірлі иммунитет орнағанда ғана аяқталады деп есептейді. Үйірлі иммунитет, стадный иммунитет қоғамдағы адамдардың жеткілікті мөлшері ауруға қарсы антиденелер мен иммунитетке ие болған кезде пайда болады. Ғалымдардың айтуы бойынша үйірлі иммунитет пайда болу үшін екі-ақ жол бар секілді. Олардың бірі иммундау, яғни вакцина. Коронавирусты тез аяқтау үшін зерттеушілер коронавирусқа қарсы тиімді және қауіпсіз вакцинаны ойлап тауып, ал денсаулық сақтау органдары оны адамдардың жеткілікті мөлшеріне жеткізуі тиіс болады. Үйірлі иммунитетке әкелетін екінші жол әжептәуір ауыр. Ол адамдардың жеткілікті мөлшері ауруға шалдығып, біразы көз жұмып, ал қалғандарына иммунитетке ие болған кезде туындайды. Ғалымдар егер мемлекеттер карантин жарияламағанда, әлем бойынша 40 миллион адам қайтыс болуы мүмкін еді деп есептейді. Екінші, иммунитет немесе вакцина пайда болғанға дейін не істеу керек? Көптеген елдер үшін стратегияның негізі карантин жариялаудан адамдарға еркін қозғалуға тосқауыл қойып, вирустың таралуын тез арада баяулату үшін үй жағдайында ұстап, кәсіпорындар мен мектептерді жауып, бір ортаға жиналуларына тыйым салудан құралады. Бұл ауруды жұқтыру жағдайын тежеп, медицина қызметкерлеріне түсетін ауыртпалықтың алдын алу үшін керек. Қисықты тегістеу деп аталатын мұндай шара ауруға шалдығу мөлшерін уақыт жағынан созып, осылайша билік пен медициналық қызмет көрсетушілерге сынама үшін потенциалды өсіруде. Жұққандармен байланысты қадалауға және науқастарды емдеуге қосымша уақыт береді. Үшінші, шектеулер мен карантин қашан алынып тасталады? Өкінішке орай ғалымдардың айтуы бойынша біз қалыпты өмірге жылдам қайтып орала алмаймыз. Шектеулерді тым ерте тоқтату жаңа ушығулардың туындауына алып келуі мүмкін. Мысалы, Қытай билігі Ухань қаласын тек соңғы аурулар анықталғаннан кейін 2 айдан соң ғана ашқан. Әйтседе Қытайдағы сақтық шаралары басқа елдермен салыстырғанда әлдеқайда қатаң. Біздің дәрігерлердің көбі карантин бойынша шаралар 2-3 немесе ең дұрысы 6 айға дейін созылуы тиіс дегенді алға тартады. Шектеулердің аса маңызды екенін Оңтүстік Кореядағы 31-ші науқаспен болған жағдай дәлелдеп отыр. Діни сектадан шыққан 31-ші науқас деген атау берілген әйелге коронавирус диагнозы қойылады, алайда ол ауруханадан қашып кетіп, жерлеу рәсіміне барып, сол жерде 1200 адамға ауру жұқтырады. Сөйтіп, небәрі бірнеше күн ішінде Оңтүстік Кореяда науқастар саны 31-ден 6000 адамға дейін жетеді. Ол барлығы бір әйелдің кесірінен. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бұған қатысты мынандай пікір білдірді. Елімізде қабылданған қатаң карантин шаралары коронавирус жұқпасын тарату жағдайын 28 наурыздағы 52% өсімнен кешегі күнгі 12%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Бұл санитарлық және медициналық қызметкерлердің иығына түскен қатты ауыртпалықтарды азайтып, ауруға шалдыққандарды және олармен байланыста болғандарды барынша оңтайлы емдеуге жағдай жасайды. Соған қарамастан еліміздегі жалпы ауруға шалдыққан санының өсіп келе жатқандығы байқалады. Өзге елдердің тәжірибесіне қарап, ауруға шалдығу жағдайының асқыған кезеңі сәуір-мамыр айлары, шарықтау шегі сәуір айының алғашқы жартысы болады деп болжауға мүмкіндік береді. Бұл аралықта біз шамамен 3,5 мың ауру шығады деп жорамалдап отырмыз. Эпидемиологтар ары қарай жаз айларында қарқын азаяды, алайда індет толықтай тоқтамайды деп күтуде. Кей сарапшылар індеттің осы жылдың күзінде қайтадан бас көтеруі мүмкін екенін де жасырмайды. Көмек көрсету мақсатында қазірдің өзінде коронавирус жұқпасына шалдыққандарды емдеу үшін 3920 жұқпа төсегі, сондай-ақ ауруға шалдығуы мүмкін деген күдіктілерге арналған шамамен 7300 уақытша төсегі ашылды. Сонымен қатар өкпені жасанды желдететін 170 аппаратпен және 38 мембрандық аппаратпен жабдықталған реанимация бөлімдері дайындалып,
қазірдің өзінде жұмыс істеп тұр. Денсаулық сақтау министрлігі Астанамыз, Алматы және Шымкент секілді ірі қалаларда кем дегенде 3 жылдам көтерілетін инфекциялық аурухана, бастапқы кезде 200-300 орындық тұрғызу қажет деген ұсыныс тастады. Құрылысты қысқа мерзім ішінде 15-20 күн аяқтау жоспарланып отыр. Мұндай шаралар еліміздің коронавирус пандемиясының қазіргі салдарына тез жауап қайтарып, оны жою мүмкіндігін нығайтып қана қоймай, сондай-ақ алдағы уақыттарда да орын алу мүмкіндігін ушығулармен күресуге жағдай тудырады. 4-ші, карантиннен қалай шығамыз? Қазақстан үшін әрі қарай не болатыны, карантиннен қалай шығатынымыз әзірге белгісіз. ақш-тың бір топ денсаулық сақтау мамандары дайындаған жол картасы аралық кезең өтіп, мектептер мен кәсіпорындарды қайта ашып, қалған іс-шараларға бұрынғыша тыйым сала тұруға шақырады. Адамдарға дәл бұрынғыдай бір-бірінен барынша алшақ жүру, ал қауіп-қатерге тап болғандарға көпшілік арасына шықпай тұра тұру ұсынылады. Егер жағдайлар қайтадан жүйелей берсе, тыйым салулар тағы да қатаңдайды. 5-ші, не себепті тест жүргізу аса маңызды? Бұл жұқпаның тым көп зарар келтіретін себебі шектен тыс қырғынға ұшырататында емес, өте аяусыз екенінде жатыр. Жұқпаға ұшырағандардың көбі әжептәуір сап-сау болады. Сондықтан да күнделікті шаралармен айналысып, өздері білместен басқаларға да жұқтырып жүреді. Тест жүргізу арқылы жұқпаларға шалдыққандарды оқшаулап, ал олармен тығыз байланыста болғандарды әзірге жұқпалы болып тұрғанда қадағалап, тексеріп, қажет болса оқшаулап, осылайша қоғамға таралуының алдын алуға болады. Тесттің екінші түрі антиденелерге жасалатын сынама. Ол адамның ауруға шалдыққан-шалдықпағанын, бойында иммунитеттің пайда болған-болмағанын көрсетеді. Мұндай сынама көп ұзамай Қазақстанда да сатылады. Ол тестке тапсырыс беру үшін республикалық электронды денсаулық сақтау орталығы сайтындағы сауалнаманы толтыру қажет. Сілтемесі видеоның сипаттамасында беріледі. Назар аударыңыздар. Туған күнді жыл, ай, күн үлгісінде көрсету қажет. Жалпы алғанда жылдам сынамадан Астана мен Алматы қалаларында 220 мың адам өте алады. Ведомствода COVID-19 коронавирусына тест жүргізу салынаманы сұрыптау нәтижесі бойынша қатаң түрде өзге анализдер қабылданбайтын арнайы тағайындалған биоматериал қабылдау пункттерінде жүргізілетіні айтылған. Жылдам сынаманың көмегімен коронавирус жұқпасы деген диагноз қойылмайтынын айта кеткен дұрыс болар. Себебі ол организмдегі вирусты анықтамайды, тек иммунды жүйенің оған қайтарған реакциясын бақылайды. 6-шы, егер мүмкіндік болса, үйде отырған не себепті аса маңызды. Қытай секілді авторитарлы елдер әрі-бері қозғалысқа аса қатаң тәртіп қойып, адамдарды бақылауға байланысты өте ауыр шаралар қолдана алады. Олардың елге келіп жатқандарға қатысты өте сақ болғаны да бар. Бұл вирус қадағалаудың қуатты құралына айналды. Сондықтан қазір Қытайда ауру саны біршама азайды. Алайда Қазақстан секілді кедей елдер ұзақ уақыт шектеулермен байланысты экономикалық шығындарға жол бере алмайды. Әрі көп жағдайда денсаулық сақтау инфрақұрылымына ие емес. Сондықтан да егер мүмкіндігіңіз болса, неғұрлым үйден шықпауға тырысқан дұрыс. 7-ші, вакцина қашан пайда болады? Әлем бойынша оңдаған компаниялар мен университеттер осы жолда еңбек етіп жатыр. Алайда олар жақында вакцина жасап шығарады деген ешқандай кепілдік жоқ. Әдетте вакцина ойлап табу, екпеннің тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бірнеше жылдық сынамаларды талап ететін, ұзаққа созылатын және күрделі процесс. Кей компаниялар коронавируспен күрес жолында вакцинаны 12-18 ай ішінде дайындауды көздеп отыр. Алайда бұл тым өршіл мақсат. Тексеруден өткен тәсілдерден бөлек ғалымдар жаңа технологияларға да арқа сүйеп отыр. Кейбір вакцина жөніндегі мамандар, үкімет, азаматтар мен инвесторлар өз белсенділіктерін азайта тұруы керек деп есептейді. Вирус өзімен өзі жоғалып кетуі мүмкін бе? Біздің жолымыз болып жаз басталғаннан кейін вирус жоғалып кетуі мүмкін. Алайда солай болғанның өзінде оның күзде қайтып келуі де ғажап емес. Сондықтан ең қауіпсізі үйде отыру болып табылады. Ал сіздің өміріңізге карантин қалай ықпал етті? Бұл шаралар туралы не деп ойлайсыздар? Міндетті түрде төменде пікіріңізді қалдырып, өздеріңізді қорғау туралы ұмытпаңыздар. Ал бізде бүгінге осы. Назарыңызға рахмет. Лайк басып, каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Көріскенше. Рахмет.